бизнес ашқың келсе, интернеттен аш. Интернет бизнес аш. Неге? Өйткені офлайн бизнес қалып бара жатыр. Интернет бизнес дамып жатыр. Мысалға мынандай қарапайым дүкен алатын болсаңыз, офлайн және онлайн бизнес. Сізде ең бірінші аренда төлеу керек, комуслуга төлеу керек. Сіздің уақытыңыз шектеулі, 24 сағат жұмыс жасай алмайсыз. Оның жаңағы товары алып келуіңіз керек. Продавецтерге ақша төлеу керек. Және бұл жерде сіздерде доставка жоқ. Ал мына қасындағыдай интернет дүкен ашатын болсаңыз, бұл клиентке өте ыңғайлы. Клиентке керек нәрсенің барлығы бар. Персонализация, кез келген уақытта заказ бере алады. Телефонның бір ғана кнопканы басып заказ береді. Ішінде рекомендация, программа лояльности, кэшбэк, акция дегендей барлығын интернет арқылы көруге болады. Доставка заказ беруге болады. Товар ұнамай қалатын болса, бір кнопканы басып қайтара алады сіздерге. Акция болып жатқан жағдайда push уведомление алады. То есть мынау дүкен сияқты шектеулі емессіз. Дүкенде сізге қанша адам келеді күніге, сонымен ғана шектеулі боласыз. Сіз тіпті мынандай мықты аспазшы болсаңыз да, сіздің мықты пісірген тағамдарыңызды бір ресторанда істейтін болсаңыз, сол келген адаммен ғана шектеулі боласыз. Сол қаланың тұрғындарымен. Не болмаса мынандай мықты құрылысшы болсаңыз да, үлкен торговый дом соқсаңыз да, қонақ үй соқсаңыз да, сол қаланың адамдар ғана келеді сіздерге. Ал интернет компания ашатын болсаңыз, интернет қосымша ашатын болсаңыз, сізді дүние жүзі көреді. Ешқандай шектеу жоқ. Әлемнің кез келген бұрышынан сіздің компанияңызды, мобильді қосымшаңызды көре алады. Мысалға мына бір қарапайым отбасын алайық. Атасы бар, әжесі бар, ата-анасы бар, бала-шағасы бар. Сіздің мынандай дүкеніңіз болатын болса, осы отбасындағы сізде бір-ақ клиент болады. Не кіші баласы, не кіші қызы. Ата-анасы басқа дүкеннен киінеді, ата-әжесі басқа дүкеннен киінеді. Ал сіз мобильді қосымша ашатын болсаңыз, интернет ашатын болсаңыз, мысалға TikTok сияқты, онда толық бір отбасы сіздің клиент болып саналады. Бір отбасын қамтисыз. Демек, әр үйде 5 адам, 6 адам болатын болса, оның барлығы сіздің клиент. Мысалға TikTokта атасы да, әжесі де, ата-анасы да, бала-шағасы да бәрі отырады TikTokта. Жалпы мына адамдардың барлығы осы интернет компания ашқан адамдар. Бұлар әлемді өзгерткен адамдар. Бұлардың көбісі қарапайым отбасынан шыққан, тіпті кедей отбасынан шыққан адамдар бар. Бірақ бұлар небәрі 4-5 жылдың ішінде мультимиллионер болып кеткен адамдар. Мысалға, Forbes дейтін списокті қарайтын болсаңыз, әлемдегі ең бай адамдардың. Осы жердегі барлығы интернет компания ашқан адамдар. Бірінші орын. Екінші орында Илон Маск. Илон Маскта виртуальный бизнес және реальный бизнес бар. Ол Tesla компаниясы, SpaceX ракета ұшыратын компаниясы және Twitter деген интернет компаниясы бар. Джефф Безос деген кісі Amazon компаниясы, интернетте кітап сататын интернет компаниясы бар. Одан кейінгі Марк Цукерберг тоже интернет компаниясы бар, Facebook компаниясы. Одан кейін Ларри Эллисон тоже интернет компания, программное обеспечение ашқан. Міне осындай әлемдегі ең бай адамдардың барлығы интернет компания ашқан адамдар. Бұлар қандай компания ашты және бұлар қалай ақша табады? Сол жайында айтып кетейін. Мысалға мынау социальная сеть, ең бірінші біз білетін Instagram, TikTok, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники дегенде. Бұлардың ішінде миллиондаған видеолар бар. Соның ішінде сіздің видеоны көру үшін сіз жарнамаға ақша төлейсіз, таргетке жібересіз. Осылай жарнамадан ақша табады социальная сеть. Одан кейін агрегатор такси. Бұл жерде Uber деген компания бар, InDriver деген компания, Яндекс такси. Бұлар әр клиент бергеннен комиссия алып қалады. Және осылай қыруар ақша тауып жатыр. Одан кейін маркетплейстер бар. Озон компаниясы, Wildberries компаниясы, біздегі Каспи магазиндер бар. Бұлар да комиссия алу арқылы қыруар ақша тауып жатыр. Және доска объявление бар. Біз білетін OLX, Крыша, Колеса деген компаниялар. Мынау интернет компания, доска объявление, OLX деген. Қанша ақша табады? Осыны көрсетіп берейік. Бұлар
Так, мысалға мынау интернетте OLX компаниясына кіретін болсақ, бұлар барлығын категорияға бөліп қойған. Услуги, строительство, аренда, недвижимость, электроника деп. Сіз үй сататын болсаңыз, недвижимостьқа бересіз. Автокөлік сататын болсаңыз, транспортқа бересіз, осындай категорияға. Қызметтеріңіз болса, услуги деген категорияға бересіз. Бұл жерде жарнама беру ақылы. 300 теңгеден бар, 500 теңгеден бар, 700 теңгеден, 1600 теңгеден. Орта есеппен 500 теңге деп алайық. Посмотреть все объявления. Мына қараңыздар, қаншама жарнама берген. Развлечение, красота и здоровье 12 мың, для бизнеса 60 мың, автоуслуги 27 мың. Мына жерде барлығы 212 мың 806 жарнама бар. Мына жерде. Осыны орта есеппен 500 теңгеге көбейтетін болсаңыздар, 106 миллион 403 мың теңге. То есть бұл интернет компаниялар қыруар ақша табады. Бір айда небәрі мынау бір услугасын өзі 106 миллион әкеледі. Кез келген категорияға кіріп көрейік, мына электроникаға кіріп көрейік. Бұл жерде жарнама беру ақылы. Орта есеппен 500 теңге деп алайық. Міне 115. Телефонда 115 мың, компьютерда 80 мың, фотода 20 мың. Барлығы мына жерде 363 мың 106 жарнама бар. Бұның барлығына ақша төлеп беріп отыр жарнама. Енді осыны 500 теңгеге көбейтетін болсақ, орта есеппен 181 миллион 553 мың теңге. То есть бұл компаниялар, көрдіңіздер ғой, қалай ақша табатын? Қыруар ақша табады интернет компаниялар. Және бұл жерде ақылы жарнама беру, ақылы ол жарнама бір ай ғана тұрады. Бір айдан кейін неактивный болып кетеді. Оны қайтадан активировать ету үшін қайтадан ақша төлейді. То есть бұл компаниялар ай сайын осындай қыруар ақша табады. Сіз де осындай интернеттен бизнес ашамын дейтін болсаңыз, біз сізге топ 10 нишаны айтып бере аламыз. Қандай нишалар сұранысқа ие, қандай компания ашса болады интернетте деген. Ол үшін сізге команда керек, программистер керек, және қаражат керек. Және уақыт керек. 1 жылдан 3 жылға дейін уақыт керек осындай компания ашу үшін. Неге бұл компаниялардың бізде қатты дамымаған, ал Америкада, Кремниевый долинада, шетелде қатты дамып кеткен? Өйткені оларда бизнес ангелы деген инвесторлар бар, және венчурный инвесторлар бар. Долги, деньги деген түсінік бар. Олар сізге идеяны тексеру үшін миллиондаған қаржыны береді. Сосын сіз өзіңізге команда жинайсыз, программистер жинайсыз, сосын сол идеяңызды жүзеге асырасыз. Сосын барып ол нарыққа керек па, керек емес па, соны тестлейсіз. Егер де нарықта сұраныс жоқ болса, керек емес болса, олар жай ғана жауып қоя салады ол компания. Соны тексеру үшін миллиондаған ақшаны беруге дайын инвесторлар бар. Сондықтан да оларды бұл компаниялар жақсы дамып жатыр. Бізде ондай инвесторлар жоқ болғаннан кейін, сіз өзіңіздің қаражатыңызға осын барын тестлейсіздер. Өз қаражатыңызға команда жинайсыз, программистер, олардың айлықтарын беріп, өзіңіз бастап көрсеңіздер болады. Ал енді менде идея жоқ жақсы, ондай қаражат жоқ көп, ондай команда жоқ программистер дейтін болсаңыз, дайын осындай интернет компаниямен келісім шартқа отырып, интернеттің ішінде бизнес бастасаңыздар болады. Осы уақытқа дейін нарықта бұндай мүмкіндік болған жоқ. Өйткені бұл компаниялардың барлығы шетелде ашылды, Америкада ашылды. Сіз тура осындай серіктес болып, интернет компаниямен табыс тапсаңыздар болады. Ол қандай компания? Ол жаңағы айтып өткен доска объявлений, маркетплейс, социальная сеть барлығын қосып, осындай бір мобильді қосымша шықты қазіргі таңда нарыққа Қазақстанның кәсіпкерлері шығарған. Ол қосымшаның аты Көрсет. Қазір демонстрация жасап берейін, қалай жұмыс жасайтын. Неге Көрсет? Өйткені бұл жерде жаңағы доска объявленияда тек қана сурет, описание, телефон номері болатын болса, бұл жерде барлығын видеомен көрсетеді. Мынаны қараңыздар, жай әшейін қарапайым күшік сататын болса да, бұл жерде оның видеосымен көреді.
және қандай командаларды біледі, сидеть, лежать дегендей. Сатылып жатқан сол күшіктің состояниясын білуге болады. Және описаниясы бар, бағасы бар. Полный описание. Қандай прививка салынған деген сияқты. Бұл қазіргі таңда заманауи мобильді қосымша. Мына бильярдны басып көрейік. Бильярд. Мына қараңыздар, кез келген объявление бассаңыз, ол былайша айтқанда тіріліп кетеді объявление. Полный представление болады сатылып жатқан тауардың. Және міне онлайн показ, бұны онлайн көруге болады. Қолданыста қанша уақыт болды ол деген сияқты барлық ақпаратты алуға болады. Ал енді мынаны жылжымайтын мүлікке бұл өте таптырмайтын құрал. Мына жерде міне онлайн показ, WhatsApp номер, Telegram, ол адамның Instagram'ы, Facebook'ы, өзінің сайтына, WhatsApp'ына барлығына доступ береді бұл жерде. Және онлайн көрсеңіздер болады. Міне қазіргі таңда осындай бүткіл передовой технологиялардан өткен заманауи мобильді қосымша шықты. Осы мобильді қосымшамен сіз жұмыс жасасаңыз болады. Егер де сізге дайын компания керек болатын болса. Бұл компания уже дайын, өзінің инвесторлар бар, өзінің командасы бар, программистері. Және нарыққа тесттен өткен өте жоғарғы сұранысқа ие заманауи бүткіл передовой технологияларды қосып шығарған инновациялық мобильді қосымша. Және бұл уже нарыққа шығып қойды. Міне, сіз осындай компания арқылы табыс тапсаңыз да болады. Ол үшін сізге не істеу керек? Ол үшін сізге бір өзіңізге жақын мынандай категория таңдау керек. Бартер, недвижимость, транспорт, услуги для бизнеса, детский товары, электроника дегендей. Және бір ғана мынау категория қанша ақша табатын өздеріңіз көрдіңіздер. Осы табыстың 20%-мен компания сізбен бөлісіп отырады. Сіз мына услугиді таңдасаңыз, сол 20%-мен компания бөліседі. Егер де транспорт таңдаған кісімен, онымен де 20% бөліседі. Мына электрониканы таңдаған кісімен 20%-мен бөліседі. Осылай компания арқылы еш нәрсе жасамай, дайын бизнеске кіріп кетсеңіздер болады. Енді бұл туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, біздің менеджерлерге хабарласып білсеңіздер болады. Телефон номерлерін көрсетіп қойын. Бұлар сіздерге толық ақпаратты береді. Ай сайын қанша табыс табасыздар және қалай алуға болады. Және де осы видеоның астында описанияда біздің сайтқа сілтемені қалдырам. Сол сілтемеге өтіп, өздеріңіз толық ақпарат алсаңыздар болады. Болмаса мына номерге жазыңыздар. Консультанттар сіздерге полный кеңес береді. Барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Ал интернетте бизнес ашамын деген кісілерді міне осындай серіктес болуға шақырамыз.